Барлықтарыңызға үлкен сәлем. Менің есімім Жамиля Тыныштықбаева. Мен 1999 жылғы мектеп түлегімін. Қозғайын деп отырған мәселе түлектер клубының жұмысы және оның қоғамдағы әсері, ұрпақтар сабақтастығына әсері және сол тәрбиелік маңызы. 2019 жылы өзімнің мектеп бітіргеніме 20 жыл болған едім. Өзім Астанадамын, ата-анам Шымкентте. 20 жыл өтсе де клубтар, түлек клубының ұйымдастырушылары үйіме барып, менің ата-анама мені мадақтаған алғыс хат тапсырды. Осындай ұл-қыз тәрбиелегеніңізге үлкен рахмет деп. Мамам қуанып, маған қоңырау соғып, бір керемет күй кешті. Өзім де қатты қуанып қалдым. Мен сол сәтте өзімнің ата-анамның алдында беделім өсіп, ата-анам мен арамыздағы қарым-қатынас одан да күшейіп, нығая түскендей сезімде болдым. Оған қоса клуб тек қана ата-аналарымызбен ғана жұмыс жасамай, сонымен қатар біздің артымыздан келе жатқан ұрпақтарымызбен де, іні-сіңілерімізбен, біздің балаларымызбен де жақсы жұмыс жасауда. Біріншіден олар осы 1-2 жыл болды, балдарға арнайы бір күндік ойын шара ұйымдастырды. Мектепке жинап, оларға мастер-класстар ұйымдастырды, далаға шығып, әбден ойнатты, балдар бір-бірімен танысып, аналармен танысып, анасы бітірген алтын ұясы мектебімен танысып, мама, сіз осы жерде оқығансыз ба, қандай керемет, күшті деп бір өте әсерлі бір сезімде болды. Бұл бала мен ана арасындағы, бұл бала мен әке арасындағы сезімді күшейтті. Осыған қоса тағда түлектер клубы өте көп жұмыстар жасап жатыр. Бірге көтерген жүк жеңіл дейді. Бірігіп түлектер клубы барлығы ұйымдастырып автобус сатып алынды. Ол автобус осы мектептің жұмыстарымен жүреді, түлектердің ұйымдастырған шараларында жүреді, оқушыларды әртүрлі қоғамдық шараларға алып барады. Мысалға, бір бүлік шатқалына ұйымдасып, қыдыртып алып шығып, сол жақта экологиялық мағынасы өте зор бір шара өткізілді. Балдар ойнап, әбден көңіл күйін көтергеннен кейін, сол жерде бір 2-3 сағат жақсылап тұрып, сол жақтың бүкіл тазалап, қоқыстарын жинап, қаптап жинап, жаңағы автобусқа салып, алып кетті. Сол кезде сол жердің жергілікті тұрғындары қатты таңғалған болатын. Қандай керемет жұмыс, оқушылар мұғалімдерімен, тәрбиешілермен келіп жатыр. Өздері тек қана көңіл көтеріп қана кетпей, мына жердің тағы қоқыстарын жинап, тап-таза қылып кетті деп. Осындай өте керемет жұмыстар жасалып жатыр. Бұған қоса әрине түлектер клубы өз-өздігінен жақсы жұмыс жасай алмайды. Егер мектеп әкімшілігі, мектеп басқармасы қолдау көрсетпесе, осындай жұмыстарға ашық болмаса, әр инициативасын қолдап көмектесіп тұрмаса, қоғамдық мағынасы зор, керемет жұмыстар жасалар еді. Бұл жұмыстар артымыздан келе жатқан ұрпаққа, сол мектепте оқып жатқан оқушыларға үлкен өнеге болып, тәрбиелік маңызы зор болар еді. Әрине, қазіргі таңда енді ұлдар, ер адамдар осындай қоғамдық жұмыстарда қыз балдарға, келіншектерге қарағанда белсендірек. Себебі енді әйел адамның отбасындағы жұмысы күрделірек болып келеді. Бірақ өзім әйел адам ретінде айтқым келері, қазақта мақал бар, әйел адам бір қолымен бесік тербетеді, бір қолымен әлемді тербетеді дейді. Сондықтан сіздер өз отбасыларыңызға, тек қана балдарыңызға күнделікті беріп жатқан тәрбиеге қоса, егер осындай іс-шараларға қатысып, белсенді болып, қоғамдық жұмыстарда белсенді болып, өз тірліктеріңізбен, тәжірибелеріңізбен балдарыңызға өнеге болсаңыздар, бұның әсері одан да күрделі болар еді, керемет болар еді деп ойлаймын. Қорытындылай келген кезде барлығымыз осындай шараларда белсенді болайық, көп социалдық мағынасы бар жұмыстарға қатысайық. Назарларыңызға рахмет. Бітіріп кеткен түлек қыздардың клубы бар. Биыл сіздердің қыздарыңыз Айнұр лицей бітіргеніне 20 жыл болыпты.
Иә, 2000 жылы бітірген. Біз сол сіздердің осындай әдемі сұлу қыздарыңыз үшін, сондай әдемі жақсы қыз тәрбиелеп, біздерге дос тәрбиелеп бергеніңіз үшін, елімізге адал азаматша тәрбиелеп бергеніңіз үшін сіздерге алғыс айтып келдік біз бүгін. Әрі мейрамдарыңызбен құттықтап, міне сіздерге бақытты да баянды өмір тілейміз, денсаулығыңызға саулық тілейміз, ұзақ жасаңыздар, ұл қыздарыңыздың, бала шағаңыздың қызығын көріңіздер.